Баршаңызға сәлем. Тамақтан бас тартып, ашығу дегенді әркім әрқалай түсінеді. Бірі салауатты өмір салтын ұстану десе, екіншісі өзін-өзі азаптау дегенді айтады. Ал медицина мамандары мен халық емшілері бұл әдісті құптайды. Ендеше ашығудың адам ағзасына пайдалы немесе зиянды тұстарын тарқатып көрейік. Кімге ашығу әдісімен ағзаны тазалауға болады? Керісінше қай ағзасы ауыратын науқастарға ашығу зиян? Ашығу зиян ба әлде пайдалы ма? Бұл видеода осы сұрақтарға жауап аласыз. Сол себепті видеоны соңына дейін қарап менімен бірге болыңыздар. Адам глюкозаны тамақтан алады. Ал глюкоза қуат көзі екенін жақсы білеміз. Адам ашыққан кезде дене жасушалары дәрумен тапшылығына душар болады. Ағзадағы глюкоза қоры шамамен 20 сағатқа жетеді. Оның 8 сағатын ұйқыға жұмсаймыз. Ол уақытта зат алмасы өте баяу жұмыс істейді. Демек, қуат көзімізді бір тәулікке жеткізе алады екенбіз. Алайда ашығуды бір тәуліктен асырмағаныңыз жөн. Ондай жағдайда ағзадағы ағуыз ыдырайды, майлы қышқыл ашиды, бауырға жүк түседі, иммунитет әлсірейді, ішек микрофлорасының жұмысы нашарлайды, жүрекке ауа жетіспей, жалпы жағдай нашарлайды. Демек, адам ашығу әдісін 20 сағаттан артық қолдануға болмайды. Ашығудың бірнеше түрлері бар. Сумен ашығу. Бұл артық салмақ иелері мен семіздікке шалдыққан науқастарға пайдалы. Санаңызды жаулаған дерттен арылу үшін тамақтан бас тартып, сумен қарын тойғызасыз. Әрине, су тамақ болмайды, бірақ асқазанды алдап, біраз уақытқа аштықты сезбейсіз. Бірақ бұл әдісті де ұзағымен бір-ақ күн ұстауға болады. Негізінде медицина мамандары да, дін өкілдері де аптасына бір күн ашығуға болады дейді. Оның денсаулыққа пайдасы ұшан теңіз дегенді айтады. Демек, сізге бір күн ашығуға толық мүмкіндік бар. Сусыз, тамақсыз ашығу. Тамақтан тыйылып, судан бас тарту адам ағзасына өте пайдалы. Нақтырақ айтқанда, ағзаны жасартады, зияткерлік қабілетіңізді жақсартады, бойыңыздағы суықты шығарады, иммунитетті көтереді, ағзаны шлактан тазалайды. Бірақ бұл әдіс тек бір күнге ғана арналған. Ары қарай жалғастыратын болсаңыз, керісінше денсаулығыңызды нашарлатып алуыңыз ғажап емес. Мәселен, салмағы 50 келі шығатын әйелге 2100 мл, ал 80 келі салмақты көтеріп жүретіндерге 2700 мл су қажет. Бұл мөлшер бір тәулікке арналған. Демек, біз сусыз бір тәулік қана шыдай аламыз. Ары қарай саулығымызды жақсартамыз деп тыраштанғанымыз бос әурешілік болмақ. Келесі интервалды ашығу. Бұл да өз кезегінде дұрыс шешім. Бірақ ашығу уақытын 8 сағаттан 16 сағатқа дейін ұзартуға болады. Бұл кезде ағзаның зат алмасу жүйесі жақсарады, инсулин дұрыс бөлінеді, әрі ағзаға салмақ түспейді. 18 сағатқа ашығу. Осы белгіленген сағат бойы тамақ жемей, су ішпей жүру әбден мүмкін. Бұл кезде адам таңғы асты жемейді, түскі және кешкі асқа тойып алады да, кешкі 6-дан соң тамақтан үзілді-кесілді бас тартады. Мұндай ашығу зат алмасу ісіне ешқандай кері әсерін тигізбейді. Керісінше, жасушалардың жаңарып жасаруына ықпал етеді. 24 сағатқа ашығу – бұл өте қатаң сызба. Бұл уақыт аралығында тамаққа шыдауға болатын шығар, алайда сусыз мүмкін емес. Дегенмен де, бір рет қана өзіңізді сынап көруге болады. Нәтижесінде зат алмасу жақсарады, ішектің жұмысы жеңілдейді, гормоналды баланс түзіледі, артық салмақтан арылады. 36 сағатқа ашығу – бұл денсаулығыңызға жасаған зор қиянат болмақ. Саулығын ойлаған адам бұндай қадамға бармайды. Өйткені, мұндай уақыт ашығудың денсаулыққа пайдасына қарағанда зияны көбірек болады. Мінекей құрметті көрермендер, біз әртүрлі уақытқа ашығу жолдарымен таныстық. Егер дұрыс жүйемен ашықсақ, пайдасын байқаймыз. Керісінше немқұрайлы қарасақ, саулығымызға зиянымызды тигізіп аламыз. Сонымен ашығу әдісін ұстанатындарға тыңғылықты демалыс пен дұрыс ұйқы маңызды. Тамақтан алынбаған күш ұйқымен толықтырылады. Тамақты ойламау үшін өзіңіздің сүйікті ісіңізбен айналысыңыз. Жеңіл әрі қызықты жұмыс тауып алыңыз. Кітап оқыңыз, журнал қараңыз, дүкен аралаңыз, саябақты серуендеңіз. Қысқасы, ағзаны тамақтан тыйсаңыз да қажетті дүниеден тыймаңыз. Құрметті көрермендер, егер де осы видео ұнаса, пайдалы болса,
қазақ тілді арнаның дамуына үлес қосып, арнама тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарий қалдырып, қолдап кетулеріңізді сұраймын.